Мен Халимаға 9 жыл ғашық болдым. Одан кейін екеуміз қосылып 54 жыл тату тәтті ләззатты өмір сүрдік. Жұбымыз жазылған жоқ. Дүние жүзіндегі көп ғашықтардың, Петрарка мен Лаураның, Данте мен Беатриченің, Қозы Көрпеш пен Баянның, Қыржыбек пен Төлегеннің, тағы басқа қолы жетпеген мәңгілік махаббаттың алтын тәжін біз басымызға кидік. Мен университетте 30 қыздың арасында оқыдым. Оған дейінгі бозбала күнімде де, соғыс кезіндегі солдаттық шағымда да, студенттік уақытымда да бірде-бір қыздың кеудесіндегі қос анарына қолым тиген емес. Мен журналист, жазушы болып жүріп талай елді араладым, талай көрікті әйелдерді көрдім. Бірақ олардың ешқайсысына қол созған емеспін. Халиманың ғана алмасын уыстадым. Тек Халиманың ғана етегін аштым. Ұлы сөзде ұяттық жоқ. Біз Халима екеуміз бір-бірімізге пәк күйімізде қосылдық. Пәктігімізді мәңгі сақтадық. Пәк қалпымызда бір-бірімізден көз жазып қалдық. Мінеки, біздің махаббатымыздың мәңгілік болған себебі сол. Әзілхан Нұршайықов мәңгілік махаббат жыры кітабынан үзінді.